Елорданың 300-ден астам тұрғыны Бәйтерек холдингінің қолдауымен баспаналы болады. Олар Нұрлы жер бағдарламасының сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй бағыты бойынша өтініш беріп, өз пәтерлеріне қол жеткізеді. Бұл бағдарламаға білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, әлеуметтік қорғау, қала әкімдігі жанындағы мекемелер, полиция департаменті мен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қатысуға мүмкіндік алды. Алғашқы елордалықтарды қоныс тойымен құттықтап барғандардың арасында әріптесім Дариға Тасженова да бар. Махаббат Әбілмажинова ел астанасына 8 жыл бұрын көшіп келген, ал 2016-да төтенше жағдайлар департаментіне жұмысқа орналасты. Бұған дейін жеткілікті қаржы жинап үлгермеген нәзік жанды үшін бұл мемлекеттік бағдарлама тосын сый болды. Өйткені оның шарттарына сәйкес өтініш берушілерге алдын ала ешқандай төлем жасаудың қажеті жоқ. Жұмыста отырғанда маған сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасына іліккенім жайлы хабарлама келді. Басында сенбей қойдым, кейін өте қуандым. Маған 54 шаршы метрге тең бір бөлмелі пәтер бұйырды. Оны өзім таңдап алдым. Маңында мектеп, балабақша, халыққа қызмет көрсету орталығы бар. Бәрі жақын. Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның тұрғын үй компаниясы арқылы пәтер алғаныма қуанышым шексіз. Бағдарлама талаптарына сәйкес ай сайын әр шаршы метр үшін 1455 теңге төленуі тиіс. Барлық төлемдер жасалған бетте баспана жалға алушының меншігіне өтеді. Табысы жетпегендерге қосымша кепілгерді тартуға мүмкіндік берілді. Жалдау мерзімі 20 жылға дейін, алу аяқталғаннан кейін тұрғын үй жалға алушының меншігіне өтеді. Егер тұрғын үй алушыдан мүмкіндік шықса, онда тұрғын үй мерзімнен бұрын сатып алуға болады. Бүгінгі күні Қазақстан тұрғын үй компаниясы 1773 пәтерге 27 миллиард теңгеге жуық сатып алуға шарт жасады. Оның ішінде Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 1187 пәтер. Жуық арада бұл бағдарлама арқылы 300-ден астам елордалық баспаналы болады деп сендірді Бәйтерек холдингінде. Дариға Тасженова, Жандос Сұлтанғазы, Ербол Дайыров, Хабар 24.